Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Қытайдан келген оралман сатқын ба деген тақырыпта видео түсірдім. Бұл видеоны түсіруіме не себеп болғанын білу үшін видеоның аяғына дейін көріңіздер. Сондай-ақ менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп кетуді, видео ұнаса лайк басып комментарий жазып отыруды да ұмытпаңыздар. Бірде интернеттен Қытайдан келген қандас сіңліміздің, оралман сіңліміздің шырылдап жатқан видеосының үстінен түстім. Ол сіңлімізге қазақтар сендер сатқынсыңдар деп жазады екен. Ал жаңағы қандас сіңліміз, мен қазақтың ұрпағымын, жаным да қазақ, қаным да қазақ, туған ата мекеніме келдім. Біле білсеңіз, Қытайдың небір жері, орыстың небір жері, өзбектің небір жері бұрынғы қазақ жері. Қазақ, өз тарихыңды біліп ал деп айтып жатқан видеосына түстім. Бұлай қараған уақытта бұл сіңліміздің айтып жатқан аргументі, дәлелі дұрыс. Ал мен бұл видеомда осы Қытайға және басқа елдерге қазақтар қай уақытта барды, не үшін барды, соны тарихшы ретінде айтатын боламын. Қазақтардың шетелге босуының тарихын тонау қазақ хандығы менен жоңғар шапқыншылығы кезіндегі қилы тарихына тоқталмай-ақ, соңғы кездегі Ресей империясының отаршылдық кезеңіндегі кезеңге ғана тоқталамын. Бірінші кезең патшалы Ресейдің боданы болған кездегі оқиғалар. Отаршылдық езгіге қарсы 18 ғасырдан бастап қазақтар отаршылдық езгіге қарсы күресті. Бұл көтерілісті Сырым Батыр, Арғынғазы хан, Саржан Қасымұлы, Исатай мен Махамбет, Жоламан Тіленшұлы, Аббас Қоштайұлы мен Лаубай Мантайұлы, Кенесары хан, Тентек төре Рүстем, Жанқожа Есет батырлар басқарды. 20 ғасырдың басында Ресей империясының отаршылдығы тіптен күшейді. Қазақ жеріне 2.400.000 адам қоныстандырылып, оларға қазақ жерінің 45 миллион десятина жері тартып алынды. Патша үкіметінің осы отаршылдық саясатына қарсы 1916 жылы ұлт-азаттық көтеріліс басталды. Сөйтіп, сонау 18 ғасырдағы Сырым Датұлы басқарған көтерілістен 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске дейінгі барлық көтерілістер патша үкіметінің тұрақты әскеріне қарсы тұра алмай жеңіліске ұшырады. Патша үкіметі барлық көтерілісті аяусыз басты. Олардың ізіне түсіп көтерілісшілерді жазаға тартты, каторгаға айдады. Аман қалғандары көрші мемлекеттерге, оның ішінде Хиуаға, Қоқанға, Қытайға, одан ары Ауғанстанға, Пакистанға, Түркияға, тағы басқа елдерге қашуға мәжбүр болды. Қазақтардың атамекенінен ауа көшуінің екінші бір кезеңі бұл советтік кезең. 1917 жылы патша тақтан құлатылып, оның орнына кеңес үкіметі құрылды. Осы кеңес үкіметі құрылған кезде азамат соғысы болды, шетел интервенциясы соғысы болды, ашаршылық болды 21-22 жылы, және әскери коммунизм саясаты жүргізілді, ұжымдастыру саясаты жүргізілді. Репрессия кеңінен өріс алды. Міне осы кезде отарлық езгіге қарсы күйзелген шаруалар наразылық білдірді. Созақ көтерілісі болды, Батпақ-Қара көтерілісі, Қарақұм көтерілістері болды. Совет үкіметінің осы саясатына қарсы жалпы қазақ халқының 372 толқуы мен көтерілістері болды. Көтеріліске қатынасқандарды Совет үкіметі де аяусыз жазалады. Сондықтан қазақтар Қарақалпақстанға, Иранға, Ауғанстанға, Түркменстанға, Қытайға қашуға мәжбүр болды. Енді мінекей алғашқыдағы біздің сұрағымыздың жауабы табылып келе жатыр. Яғни шетелге қашқан қазіргі оралмандардың ата-бабалары кімдер? Бұлар кәдімгі біздің қазақтар. Яғни отарлық езгіге қарсы күрескен батыр бабаларымыз. Ал қазіргі оралмандар олардың ұрпақтары. Сондықтан да оралмандарға, қандас бауырларымызға сендер сатқынсыңдар деп айтуға ешқандай да қақымыз жоқ. Өйткен себебі Қазақстанда қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман болып тұрса, ешбір қазақ шетелге көшпес еді. Олар мәжбүрлі түрде өздерінің жанын аман алып қалу үшін кетуге мәжбүр болды. Бірақ олар елін, жерін, салт дәстүрін ұмытқан жоқ. Барған жағында салт дәстүрді берік ұстап, өздерінің ата мекенін өле өлгенше ұмытқан жоқ.
Ең бастысы, жүздеген жылдар өтсе де, бірнеше ұрпақ ауысса да, олар өзіміздің ана тілімізді сақтап қалды. Ана тілімізде сөйлегеннің өзіне риза болуымыз керек. Сондықтан да жоңғар шапқыншылығы кезінде, Ресей империясы кезінде шетелге қашқан, босқан қазақтар, ата-бабаларымыз ешқандай да сатқын емес. Далада жүрген, шетелде жүрген қазақтарды өзіміздің елімізге тарту, оларды бауырымызға басу, аз халықты көбейту сіз бен біздің жұмысымыз деп есептеймін. Достар, мен видеомды аяқтадым. Менің каналыма тіркелмегендер болса, тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенге дейін мен сіздерге арнап тағы да видеолар түсіретін боламын. Сау болыңыздар.